Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Әсия. Бүгін өте оңай әрі дәмді, тез дайын болатын үй жағдайында печенье жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге керекті өнімдерімізді дайындап аламыз. Бізге керекті бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырамыз. Венчиктің көмегімен немесе вилкамен араластырсаңыздар да болады. Үстіне қантымызды қосып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Ендігі кезекте сұйық майымызды құйып жақсылап араластырамыз. Салмамызға ұнымызды салып, үстінен ванилин және де қопсытқыш разрыхлителімізді салып, жақсылап жұмсақ етіп қамырымызды илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды осындай пергамент қағазымызды төсеп, майда шарик етіп қолымызбен жасап шығамыз. Мінекей осылай шариктарымызды жасап алдық. Ендігі кезекте үстінен вилканың көмегімен осылай узор жасап шығамыз. Ендігі кезекте 180-200 градуста қызып тұрған пешімізге 15-20 минут аралығында қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей менің печеньем дайын болды. Енді бетіне сахарный пудра себетін боламын. Мінекей дайын болған печеньемізді осылай тарелкемізге әсемдеп саламыз және жеуге ұсынамыз. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, әрі тез, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге мен Әсия. Алдағы уақытта көптеген оригинал әрі оңай жасалатын рецептілермен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.